Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ең сүйікті, ең білімді әйелінің өмірбаянымен танысатын боламыз. Ол әрине кім деп ойлайсыздар? Айша анамыз радиаллаху анху. Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық миссия келеді ғой. Сол миссия келген жылдан кейін 4-5 жылдан кейін дүниеге келеді. Әкесі Абу Бәкір ас-Сиддиқ, жәннатпен сүйіншілеген сахаба. Анасы Руман деген кісі болған. Айша анамыз да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам секілді Құрайш тайпасынан шыққан болатын. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не үшін Айша анамызға үйленді деген сұрақ туындайды. Өйткені кішкентай жасында үйленді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға түс көреді. Түсінде 3 рет Айша анамыз көреді. Яғни қыз келеді, шелковый дейді ғой, яғни жібектен жасалған киім киіп алған, бетін ашқан кезде Айша анамыз болып шыққан. Сол түсті ол 3 рет көрген. Ал білесіздер, пайғамбарлар тек қана шынайы түсті көреді. Яғни Айша анамызға үйленуді Аллах тағаланың өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бұйырып тұр. Түсінікті ғой, сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаланың әмірін орындайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айша анамызға кейбір деректе 6 жасында дейді, кейбір деректе 9 жасында дейді, үйленуге ұсыныс жасайды. Бірінші ата-анасынан, яғни осындай қыздарыңызды алғымыз келіп жатыр деген сияқты ұсыныс жасайды. Ата-анасы ол қайшы емес пе дейді. Жоқ, қайшы емес дейді. Абу Бәкір мен біз екеуміз ағайынбыз, яғни сенің қызың маған болады деген секілді осындай келісімшарт болады. Құдаласу деген сияқты біздің қазақшаға айтқанда. Сөйтіп Айша анамыздың өзінің жасы болды, кәмелетті жасына дейін Айша анамыз үйінде тәрбиеленеді. Кейін ол жасқа толған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйіне барады. Қараңыздар, енді мынандай сәйкестік бар. Айша анамызға құда түсуге ұсыныс жасалған сәтпен Айша анамыздың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйіне барған сәті екеуі де бір айда болған. Яғни ол Шәуәл айында болған. Шәуәл айы Рамазан айынан кейін болатын айдың бірі. Түсінікті ғой? Енді Айша анамызға келетін болсақ, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен қандай мәміледе болған? Сүйікті әйелі болғанда, өйткені барлық әйелге тән әрекеттер жасайтын болған. Яғни үнемі тазаланып, күтініп, әдемі киініп жүретін болған. Және де айтады, өте сұлу болған дейді Айша анамыз, жүзі жарық, нұрлы болған. Және де үнемі аузын месуакпен тазалап жүретін болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен болатын кездері өзін әдемі киініп, әдемі иістерін себініп, солай болған. Яғни күйеуіне әдемі иістенген. Сонымен қатар екеуі күшті әзілдесіп ойнасқан. Мысалы, екеуі жүгіріп жарысқан дегенде хадистер бар. Бірінші жүгірген кезде Айша анамыз озған болса, екінші жүгірген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам озған болады. Сонда екеуі бірге тең болған деген секілді осындай өздеріне қызықты ойындарды ұнаған. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мен Айшаның қай кезде ашуланып, қай кезде қуанғанын білемін дейді. Яғни егер маған разы болып, настроениесі жақсы болса дейді, енді маған ренжулі болмасын, Мұхаммедтің Алласы деп айтатын еді дейді. Ал егер маған ренжулі болса, Ибрахимнің Алласы деген секілді білдіретін болған еді Айша анамыз. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айша анамызға айтқан болатын. Енді біліміне келетін болсақ, не үшін өте білімді деген? Өйткені Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ауырған кезде неше түрлі дәрігерлер келеді. Әртүрлі елдің, Шам өлкесі, неше түрлі шығыс елдердің мықты дәрігерлері келген кезде рецепттері болады ғой, солардың бәрін жаттап алады. Яғни Айша анамыздың есте сақтау қабілеті өте мықты болатын. Осы медицинада не істесе, яғни дәрігерлер не айтатын болса, соны бірден жаттап алған. Содан медициналық шипа болатын дәрілердің барлығын, көпшілігін Айша анамыз өзінің білімдеріне қалдырып кеткен болатын. Және екінші, діни білім жағынан өте мықты. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөздің барлығын жаттап алған. Болады, сахабалар болды, хадис жеткізетін, соларға жеткізген болатын. Яғни Айша анамыздың есте сақтау қабілетінің мықты екенін осы салалардан білсек болады. Сосын Айша анамызды Аллах тағала да өте жақсы көрді. Өйткені Айша анамызды ақтау үшін Нұр сүресінде аяттар жіберген, оған қазір тоқталамыз. Сонымен қатар таяммум жасауға байланысты тоже Айша анамыздың ситуациясынан кейін Алла тағаламыз Құран аяттарын жіберген болатын, Жабрил періште арқылы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жала жабу мәселесіне келетін болсақ, жорыққа шығар кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жеребе тастайтын болған. Сол қай әйеліне түссе, жорыққа сол әйелмен баратын болған. Бір күні Айша анамызға түсетін болады. Айша анамыз
сол жорыққа кетіп бара жатады, яғни күйме секілді бір не болады, кинолардан көреміз ғой, сондайда отырады ішінде. Бір кезде кәдімгі қажеттілігі болады, адамның үлкен кіші дәретке бару қажеттілігі болып, жолдан тоқтатуын өтінеді. Жолдан тоқтайды, түйесі шөгеді, сөйтіп дәретіне барады да, бәрі қажеттілігін өтеп қойғаннан кейін мойнын сапқан кезде алқасы жоқ екенін байқап қалады. Сосын іздейді, таппайды. Қараса уже адамдар жоқ, жаңағы керуен, түйенің керуені ешқайсысы жоқ, кетіп қалған екен. Неге? Өйткені олар бір-бірін Айша анамызға ер адамдар, мысалы ше, сол нені таситын, күймені таситын ер адамдар қарамаған, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелі болғандықтан оған тесіліп қарауға да болмайды да. Сол кезде олар кете берген. Өйткені күймені көтерген кезде жеп-жеңіл болған, Айша анамыздың салмағымен күйменің салмағы почти бірдей болғанда, яғни өте арық болған, жеңіл болған, олар байқамаған, яғни Айша анамыз мінді деп ойлап қалды. Сөйтіп кете берген кезде Айша анамыз уже басқа жақта, уже керуен кетіп қалған. Сөйтіп Айша анамыз түн болады, бір кезде керуеннің ең соңындағы қызметші байқап қалады. Сол кезде өйстіп айтады, біз барлығымыз Аллаға қайтадан ораламыз дейді. Айша анамызды танып тұр ғой, өйткені хиджаб түскенге дейін ол кісі Айша анамызды көрген болатын. Ол дауысты естіген кезде Айша анамыз бірден өйстіп әуретін жауып алып, қайтадан сол күймеге отырып қайтады. Қайтқан кезде уже ауылда, сол мекенде өсек тарай бастады. Яғни олар бірге қалып кетті, оңаша қалып кетті ер адаммен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға біздің тілмен айтқанда измена жасады Айша анамыз деген секілді жала жабу келеді. Ол жаладан ең басында ол жаланы естімейді Айша анамыз, өйткені ата-анасы бәрі естиді, айтпайды, өйткені қатты ауырып атады ол кезде Айша анамыз, ол жорықтан ауырып келеді. Ауырғаннан кейін өзіне сәл келген кезде сол нәрсені естиді. Естігеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Айша, егер осыны жасаған болсаң, айт, ол кезде екеуміз жақсылап қоштасайық дейді. Ал егер жасамаған болсаң, ескерт, және де Аллах тағала өзі білдіреді дейді. Бірақ Айша анамыз айтады, жасамадым, Алла көріп тұр деп ше, бірақ ана өсектің тоқтайтын түрі жоқ та. Сол кезде Айша анамыз қатты жылайды, уже бір айдай уақыт болады, қаншама күндер, ал Құран аяттары келмейді. Бір кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөйлесіп болғаннан кейін Құран аяттары түсе бастайды. Құран аяттарында Аллах тағала айтады, бұл жерде жала жабылғандығы туралы Нұр сүресінде мұқият оқысаңыздар болады, және де Айша анамыздың кінәлі еместігі туралы жіберіледі. Содан кейін барып уже барлығы орнына келеді, барлығы жақсы болады. Бірақ ол нәрсе Айша анамызға қатты тиеді. Оңай емес қой, жала жабу 30 күн бойы ешқандай дәлелдің болмауы. Сөйтіп ол мәселеде жабылады. Бұдан түйенге келетін болсақ, қандай жағдай болмасын, мысалы әйел мен ердің арасында түсініспеушіліктер болған кезде, немесе өзін дәлелдейтін айғақтар болған кезде, екеуі де сабыр сақтап отсаға берілмей, бір-бірімен сөйлесу қажет. Екінші түйетін, әйел адамға жорыққа шыққан кезде кез келген шекелерді киюге болады. Ол Айша анамыз кигенінен байқауға болады. Және де үшінші мәселе, адамның айыбын білмей жатып, есмей жатып, көрмей жатып, қате пікір шығаруға болмайды. Өйткені ол өсек нәрсе адамның өзіне жанын ауыртады, және де айтқан адамдарға да ол әрине сауап болып жазылмайды. Сол қорытындыға келсек болады. Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен қалай қоштасты? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 63 жасында қайтыс болады ғой, Айша анамыздың үйінде жерленеді. Кейін жанына Әбу Бәкір әс-Сиддиқ өзінің әкесі жерленеді. Одан кейін Омар радиаллаху анху жерленеді Медина қаласында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болған кезде Айша анамыздың жасы 18-19 жаста болған, өте жас болған. Сонда 68 жасқа дейін Аллах тағаланың дінін зерттеумен, яғни әйелдер мәселесі бойынша, дін мәселесі бойынша жұмыс жасаумен, осылай Айша анамыздың күндері өтеді. Айша анамыз Медина қаласында Әл-Бақида жерленеді. Айша анамыздан не үйренуге болады? Білім алу бірінші. Тоқтамай білім алу, әртүрлі салада болсын. Екінші мәселе, ол білімді дұрыс қолдану. Үшінші мәселе, Аллаға толық бойұсыну, әрбір Құран аяттарын түсініп, жылап оқуға тырысу, және де Аллаға деген тәуекел, Алланы үздіксіз еске алуды Айша анамыздан үйренетін боламыз. Сонымен қатар күйеуіне деген өте жақсы қарым-қатынасы, өте әдемі кейіпте, күйеуін қарсы алар кезде өте әдемі болып қарсы алып, ойнап, күлімдеп, солай жүру үлгі да бізге Айша анамыз сол нәрселерді үйренсек болады. Сіздерге пайдалы болды деген ниеттемін. Баршаларыңызға ассаляму алейкум.